діни саладағы жағдайды бұзатын үш нәрсе бар дейді. Бірінші, ғалым адамның қателігі. Ол кісінің қателігі артынан жамағат еріп жатыр. Артынан жастар еріп жатыр. Сол кісінің бір қателігі сол кісілердің адасуына себеп болады дейді. Екіншісі, білімсіз Құранда талас жүргізу. Құран тақырыбында Құран өзі түсінбейді. Көп адамдар мысалға Құранның тілін білмейді, Құранның құқықтық техникасын білмейді мысалға. Сол кезде білімсіз таласу Құранда, ол да көп жағдайда діннің ішінде проблемалардың туындауына себеп болады. Үшіншісі, адастырушы көсемдер деп те айта аламыз. Өкінішке орай, біздің мына өзіңізді бірсыпыра мысал келтірдіңіз, осындай адастырушы көсемдеріміз көп. Танымалдығын діни құзыретпен шатастырады. Ол спортсмен болуы мүмкін, атақты болуы мүмкін, артист болуы мүмкін, блогер болуы мүмкін, өте атақты болуы мүмкін. Бірақ бұл жерде оның атақты болуы діни надандығын жаппайды. Құдайға жала жабатын, Құдай осылай айтты, немесе Құдай осылай бұйырды деп самоучкалардың, діни құзыреті жоқ тұлғалардың келіп дінді бұзуына жол берілді. Бірақ бағана құқық қорғау органы дедік қой, ғұламалар, оған жол бермеу керек еді.